тянчи ішіп жүрдім ғой, ана кісінің тянчи ішіп жүрген адамға күшті не болады екен, массаж. Ағайын атын ұқпадым. Решатқа бардым, онда да подружкам бар деп қоймады. Сосын барсам, мен бұлар құлаған кезінде қараңыздар, аяғым ше, сіңірім бәрі жақсы болды ғой тянчиден. Бірақ осылай отырам, болды, ары қарай отырамаймын. Бір нәрсе жібермейді мен. Бұлай мойным, бұлай қайырламайтын тұғым. Бір нәрсе жібермейді да бұлай. Сол құлаған кезімде мына жердегі тамырым қараңызшы, мына тізеге мына не қатысы бар деп ойлаймын. Мына жақта сіңірім тартылып қалған екен да. И содан мен былай жібермейді екенмін. Кеше мына кісіге 2-3 күн не алдым. Жаңағы массаж алдым. Барлық жерін іздедім. Не үшін мынау былай жібермейді, ары қарай отырамайын деп та. Надан былай жан жоқ болып тұр екен. Сөйтіп еді, мына жерден тапты ғой бір не тамыр қысылып тұр екен, ерік тамыр. Содан соны жібергеннен кейін барып, ана кісі жай отырып көріңіз десе, отырып жатыр да, мін дейді, отырып жатыр мын. Браво! Бұлай көтерілмейтін тұғын. Бұлай көтерілмейтін тұғын. Бұны бұлай қазір көтеріп жатырмын. Детокстың пайдасы, детокста ішіп, ана кісіге айтып жатыр, ол тағы да мен бір ауру адамдарын айтып жатырмын ғой ол кісіге. Өлі осындай бір подружкамен жүремайды. Жоқ, тянчи ішпеген адам, сіз как раз қазір буындарыңыз босап, анам бәрі кальций ішіп жатқанда, ана әдемі түсті дейді да. Одан кейін мына жұбайына да рахмет. Мына ашқазаным, мына ашып кеткен ғой. Не ақтатыр, сондайға кіргізді ғой бейді. Тамырған арасына кіргізді. Результат. Вот что творит ретрит.